Сәлем балалар, қазақ тілі 2 сынып 14 сабақ, тақырыбы ю әрпінің жазылуы. 56-шы жаттығу: мәтінді түсініп оқы, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен айтып ал. Мәтінді оқып аласыңдар. Мәтін не туралы? Мәтін құрылыс алаңындағы жұмысшылардың еңбегі туралы баяндайды. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің жазылуы мен айтылуын салыстыру. Яғни юра деген сөз, юрада айтылуы и мен о, жазылуы ю болып табылады. Сол сияқты Юля деген сөзді де осылай қою сөздерінде де и мен о айтылады, бірақ ю жазылады. Есте сақта, ережені есте сақтап аласыңдар. 57-ші жаттығу. Бұл жерде дыбыстардың әріптерін саны көбею, мысалы молаю, үлкею, есею, сарғаю. Осы сияқты талданады. Мысалы көбеюді 5 әріп, 6 дыбыс, 3 буын. Өйткені ю әрпі бізде и мен о арқылы. Молаю, жаңа айтып өткен үлкею, есею және сарғаю. Шығармашылық үзіліс. 58-ші жаттығу. Ормандағы аю, ойы балға не істеу балалар? Тою. Аю деген балды неліктен ұнатады деп ойлайсыңдар? Аю, қою, тою сөзінде ю қандай дыбыстардың құралғанын айт. Аю балды неліктен ұнатады деген сұраққа, ол табиғатынан балды өте жақсы көреді. Өйткені ол өте нәрлі, қуат беретін және дәмі тәтті тағам. Аю, қою, тою сөздеріндегі ю бізде и мен о болып айтылады, жазылғанда ю болады. 59-шы жаттығу. Аю не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастыр. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардың қыста ашықпау сырын білгісі келді. Ол аюға келіп: досым, сен қыс бойы ініңде жатсаң да қалай аш қалмайсың? Құпияңды ашшы деп сұрады. Аю жымиып қасқыр жауап берді: қасқыр досым, құпия емес, мен жаз бойы бал жинап, көп қозғалып, күш қуатымды жинақтаймын. Ал қыста денедегі сол жинаған май қабаты мен ұйқы арқылы қуаттанып шығамын. Саған берер ақылым, жазда ерінбей еңбек ет, қысқа дайындығыңды күзден баста, еңбек еткенің еңсесі биік болады деді. Қасқыр аюдың сөзіне сабақ алып, келесі жылы жаздан бастап қам жасауға бел буды. Балалар, бүгін біз ю әрпінің айтылуы мен жазылуы, аю мен қасқыр әңгімесін жалғастырдық. Сабақ аяқталды.